9 мамыр жеңіс күні. Тарих кеші үнемі жаңаланып отырады. Десе де ұмытылмайтын, ескермейтін тарихи оқиғалар болады. Соның бәрі әлемді дүр сілкіндірген екінші дүниежүзілік соғыстың қасіреті мол, ұлы жеңістің қасиетті батыр ағаларымыз бен апаларымыздың ерлігін ешкімде ешқашанда ұмытпақ емес. Әлемді дүр сілкіндірген оқиға 1941 жылы маусымның 22-сінде болған еді. Бірақ сол кездегі кеңес елінің бірлігі мен достығының арқасында 1945 жылы 9 мамырда ұлы жеңіспен аяқталды. Міне, содан бері 75 жыл уақыт өтті. Биыл ұлы жеңістің 75 жылдығы. 1941 жылы 22 маусымда таң шапағы жаңа ғана арайланып келе жатқан кезде елімізге қауіп төнді. Халқымыз адам айтқысыз қиын қыстау кезеңге душар болды. Фашистік Германия елімізге опасыздықпен басып кірді. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап-ақ кеңес халқы жан тәнімен отанын қорғады. Әрбір село, әрбір қала үшін кескілескен ұрыс болды. Қанішер неміс басқыншылары мен кеңес азаматтары аянбай шайқасты. Осы соғыста Кеңес одағының басқа республикалармен бірге біздің Қазақстан Республикасы да жан аямай шайқасты. Даңқты қарулы күштердің және еңбек армиясының құрамында 1.870.000 қазақстандықтар болған. Ат ауыздығымен су ішкен, ер етігімен су кешкен сұрапыл соғыста ерлермен бірге қолдарына қару алып, отанын қорғауға біздің батыр апаларымыз шығыс жұлдыздары Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова ерлік көрсетіп, батырлықпен қаза тапты. Иә, кеудесін оққа төсеген қазақтың қарапайым қызы Мәншүк қас дұшпанынан елін қорғаған еді. Ол анасын, туған жерін қатты сағынғанда, қолы қалт босағанда, анасына жазған сағыныш хаттары бір толастаған емес. Мәншүктің апасы Аминаға жазған хатынан үзінді. Қымбатты мама, көптен күткен хат пен посылканы тура алғы шепке жүргелі тұрған сәтте алдым. Бұл 1943 жылдың 10 қыркүйегі еді. Өзіме бірақ алма тисе де қатты қуандым. Кішкене сыйлықты мен сияқты күткен жауынгерлер мен командирлер талап кетті. Үлкен рахмет, жолымыз сәтті болды. Ал әзір шетте пулеметіммен фашистерді мықтап аңдудамын. Түнде мүлдем ұйықтамаймыз, ал күндіз тынығамыз. Міне, қалт еткен сәтті пайдаланып жауап жазып отырмын. Қымбатты әпкетай, бүгін күндіз сәл тынығайын деп жатыр едім, бірден ұйықтап кетіппін. Сізді түсімде көрдім. Жалпы қазіргі өміріміз көңілді. Фашистермен қару тілінде келіссөз жүргізіп жатырмыз. Жеңіспен оралған соң айтатын нәрсе көп. Қолыңызды қатты қысып, құшып сүйемін. Қызыңыз Мәншүк. Майдандас жолдастарым сәлем айтып жатыр. Алдарыңызда қазақ батыр қыздары Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметованың суреті. Ұлы Отан соғысының батыр қыздары Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметованың ескерткіші Алматы қаласында орналасқан. Ұлы Отан соғысының батыры Бауыржан Момышұлының ескерткіші Алматы қаласында. Ұлы Отан соғысының батыры Рахымжан Қошқарбаевтың ескерткіші Астана қаласында орналасқан. Алматы қаласында паркте орналасқан 28 гвардияшы Панфиловшылар ескерткіші. Жау әскерінің ірі топтары талқандалды. 16 сәуірде Берлин операциясы басталды. 2 мамырда Берлин кеңес әскерінің қолына өтті. 30 сәуірде 150-ші атқыштар дивизиясының жауынгері Рахымжан Қошқарбаев алғашқы болып Рейхстагқа жеңіс туын тікті. 8 мамыр Германия капитуляция туралы шартқа қол қойып тізе бүкті. 500-ге жуық қазақ жауынгері кеңес одағы батыры атанды. Елде жеңіс тойы.
жеңістерге жете алмаған, ерлікпен қаза тапқан ағаларымыз бен апаларымыздың рухына бас иіп еске алайық. Ешкім де еш